Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Ресми ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Атыраудағы болған оқиғадан кейін ата-анасыз қалған 5 баланың қазіргі жағдайы белгілі болды. Қалалық білім бөлімі берген ресми мәліметтерге сүйене отырып, балалардың қазір қайда және қалай өмір сүріп жатқаны туралы ақпаратпен бөлісеміз. Қазіргі уақытта балалар арнайы әлеуметтік мекемелердің қамқорлығында. Отбасының үлкен 3 баласы бейімдеу орталығында, ал 1 және 3 жастағы 2 кішкентай бүлдіршін балалар үйіне орналастырылды. Мамандардың айтуынша, балалардың жағдайы тұрақты. Оларға қажетті медициналық тексерулер жүргізіп, психологиялық көмек көрсетілуде. Балалардың сабақ үлгерімі жақсы. Олар тек оқумен шектелмей, түрлі мәдени шараларға белсенді қатысып жүр. Жақында өткен мерекелік кеште балалардың ән айтып, би билеп, көңіл күйлерінің көтеріңкі болғаны байқалды. Балалар жалғыз емес. Ата мен әжесі демалыс күндері немерелеріне үнемі барып, қолдау көрсетіп тұрады. Балаларды психологиялық соққыдан қорғау мақсатында оларға әлеуметтік желілерде қолдануға рұқсат берілмеген. Соның арқасында олар болған оқиғаның егжей-тегжейлі туралы толық хабардар емес. Біз балалардың болашағына сәттілік тілейміз. Арнамызға жазылып, ресми ақпараттардан хабардар болыңыз. Құрметті тыңдармандар, менің арнамнан келесі қандай әңгіме, қандай оқиғаларды күтесіздер? Өз ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Бұл біз үшін аса маңызды.